Абу Дарда радиаллаху анхуға бір адам келіп, сіздің үйіңіз өртеніп кетті деді. Ол, бұл нәрсе мүмкін емес деп жауап берді. Тағы да бірінен кейін бірі екі адам келіп, тура солай айтқанда, Абу Дарда радиаллаху анху бұл нәрсе мүмкін емес деп жауап берді. Сонан соң төртінші адам келіп, ей Абу Дарда, үлкен өрт сіздің үйіңіздің қасына келген кезде сөніп қалды деп айтқанда, Абу Дарда радиаллаху анху, Алла тағала менің үйіме өртті жолатпайтындығына күмәнім болған емес, өйткені мен Расулулла саллаллаху алейхи уассаламнан естідім, кімде-кім осы калиманы оқыса, онымен таңертеңнен кешке дейін ешқандай мұсибат, апат болмайды деген. Мен таңертең осы калиманы оқыдым, сондықтан менің үйіме еш жаман нәрсе жолатпайтындығына кәміл сендім деп мына дұғаны оқығандығын баяндайды. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها رب على صراط مستقيم.